Сәлем достар, бүгін біздер қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бүрме қарын немесе жұмыр деп те атайды да бірге дайындайтын боламыз. Айрықша хош иісті, дәмді және шырынды ол күнгі күні жалпы тұмша пештің ішінде дайындауға болатын тағамға да жатады. Тазаланған, тегіс жағымен ішке аударылған ішек қарынды бағланын ұсақтап тұрған етмен, түрлі дәмдеу шөптермен, жабайы пиязбен, жалпы пиязбен, кейде көкөністермен де толтырған. Осылайша жасалған қап сазбен қалыңдатып сыланған және таптап тегістелген терең емес шұңқырға салынатын болған. Шұңқыр үстінен бір қалыпты, қатты жалынды емес от жағылған. Шамамен 2 сағаттай тамақ өз сорпасында шөптердің, жанған ағаштардың және жердің хош иістерін сіңіп бұқтырыла пісірілген болады. Бұрын тек қана етпен дайындайтын болатын. Бұл жалпы осындай дәмді тағамды мен бала кезімде көбіне нағашы әжемнен еститін болдым. Енді біздер достар бүгін қазіргі дайындап көретін тағамдардың бірі осы бүрме қарын. Мен жағдайымда туралған етті пайдаландым. Соның ішінде жуамызды жақсылап турап, ірі-ірі қылып турадым. Картобымызды, түрлі дәмдеуіштерімізді, сәбізімізді салып, бір қалыпты етіп, араластырып шығамыз. Енді осы араласқан дәмімізді сиырдың қарнына, яғни жалпы бүрме қарын дейді. Бұл жерде мен бүйен шекті пайдаландым. Сол сиырдың бүйен шегіне жіңішкелей салып, жақсылап тұрып орналастырамыз. Жалпы қазақ сондай дана халық, ысырапқа жол бермеген. Сондықтан осындай бүкіл витаминнің, дәруменнің барлығын қай жерде екендігін біле білген данагөй халық қой. Сондықтан осындай ұлттық тағамдарымызды біз үнемі дайындап тұрғанымыз жөн. Жақсылап тұрып барлығын салып, осылай бүйінге толтырып аламыз. Қарынға да салуға болады, қалай ыңғайлы, және ысырапқа болдырмай, және сол пайдалыны кәдеге асыруымыз керек. Жақсылап салып болғаннан кейін екі жағынан мен жағы шпажкамен, зубочисткамен бекіттім. Кей жағдайда бұны тігіп те қоюға болады. Енді әркім әрқалай жасайды, ыңғайына байланысты. Мені дайындап, барлығын реттеп салып қойды. Ол шағындап жасалынған, кең және дайындап қойған қазанымызға орналастырып, салқын суды құямыз. 1 сағат, сағат жарым, 2 сағат, енді ол етіне байланысты. Бірінші қайнатып алғаннан кейін басып қойып 1 сағат, сағат жарым, 2 сағаттай пісіретін боламыз. Міне достар, біздің тағамымыз дайын болды. Қарыннан ашып, әдемілеп жуамен дастарханға ұсынатын боламыз. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.